Бүгін біз күндегідей қазақ тілі сабағына бара жатқанбыз. Сабақта отырсақ апай бізге жаңалығым бар деді. Олар бір сынып бір пән таңдау қажет. Бұл жаңалыққа барлығымызға бәрібір болды. Себебі көбісі бір география сабағын таңдады. Бірақ Айғаным деген қыз қарсы болды. Айғаным не істерін білмей отырды. Ол ағылшын сабағын жақсы жанындай жақсы көретін. Ол қарсылық танытып мен география таңдағым келмейді деді. Апай болса жоқ, бұл басшылық бұйрығы, өзімізге де жеңіл болады, бір пән таңдасақ деп жауап қайтарды. Ол жылап отырды. Айғанымның жүрегінде тек қана ағылшын атты жұлдыз болатын. Осы жаңалықтан соң ол өз жұлдызына жете алмағандай болды. Бейшара өзінің қалауын орындай алмады. Айғаным ағылшын тілімен сөйлеп First деп айтқысы келетін, бірақ мұндай мүмкіндік болмады.